Саламатсыздар оқушылар. Бүгін географияда оқимыз. Сендермен атмосфера тарауын өтіп жатырмыз, иә? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Бағдәулет оқы. Қазақстанның климаттық ресурстары. Сабақтың мақсаты атмосфераның жалпы циркуляциясы, барлықтарын біліп шығулар керек. Қазақстанның климаттық жағдайы мен климаттық ресурстарын анықтай отырып баға беру, оқушылар Қазақстанның климаттық жағдайларын сипаттап, ерекшеліктерін түсіндіру және өз аймағы бойынша климаттық сызып талдау. Қазір біз мозаика әдісімен бөлісеміз, топтарға бөлінеміз. Біздер бүгінгі тақырып бойынша 3 топ болады. 3 топқа бөлініп алайық. Кемдер мына жерде суреттер бар, суреттермен мозаика әдісімен бөлісеміз. Құрастырамыз суреттеріміз. Әркім өзінің суретіне ие болсын. Мына жаққа жинамайды. Тілеймін. Балтыңызда аяз нәқпірсін. Ардымен айжа мына жаққа болсын. Мына жаққа жинаймыз. Бізде бір сурет дайын. Кімдер мына суретке түсті? Анау бірінші партаға барып отырыңдар. Мына сурет кімге түсті? Екінші партаға отырыңдар. Мынаны алып кетіңдер. Қалған сурет. Қазір суреттерін түсіндіріп өтетін болады. Бөлісіп алып бер, топтарға. Аяғын орнына кел. Әрқайсымыз өзіміздің түскен суреттеріміздің бүгінгі сабаққа байланысын түсіндіріп өтейік, иә? Бірінші топ. Тыңдайық. Айнжан. Қалыптың бойында рекреациялық климаттық ресурстар, бұл демалу, емделу, Сурет қандай сурет түсті? Ненің суреті? Бурабай. Табиғаты керемет Бурабай. Екінші топ. Сендерге не түсті? Вообще суреттің өзін түсіндіріңдерші. Бізде суретте егін саласындағы жұмыс. Тақырыпқа байланысы. Сендердің қарастыратын жұмыстарын агроклиматтық ресурс болуы мүмкін, иә? Үшінші топ. Бізде энергетикалық климаттық ресурстар. Тақырыптарына сай ма таңдап алған суреттерін? Иә. Тақырыптарына сай. Онда біз сабаққа кірісеміз. Бүгінгі сабақта біз осы Қазақстанның климаттық ресурстарын талдайтын боламыз. Оқулықтарында 105-ші бетте 22-ші параграф болады. Қазір әрқайсымыз өзімізге байланысты тақырыптарымызды талдаймыз. Қазақстанның климаттық ресурсы өте бай. Ол әрбір салаға әсер ететін фактор болып табылады. Сабаққа кіріспес бұрын Қазақстанның климатын қалыптастыратын факторларды есімізге салып өтейікші. Ол қандай факторлар Қазақстанның климатын қалыптастырады? Күн радиациясы, екінші жер бедері, үшінші атмосфералық циркуляция. Яғни Қазақстандағы барлық ресурстар, оларды егінге байланысты болсын, ол демалысқа байланысты болсын, ол энергетикаға байланысты болсын, оның бәріне әсер етіп отырған климаттық біздің ресурстарымыз екен.
Қазір сендерге 5 минут уақыт беріледі. Әрқайсың өз салаларың бойынша оқулық мәтінмен жұмыс жасайсыңдар. Яғни оқулықтағы 22-ші параграфтың негізімен. Түсінікті ғой, иә? Сендер рекреациялық ресурстар, сендер агроклиматтық ресурстар, сендер энергетикалық ресурстар. Матиас, саған удобно ма, значит, отырып 5 минут кетті анда. Екі минут уақыт қалды. Уақыт. Сонымен әрқайсымыз өзіміздің саламызға байланысты бүгінгі сабақтың мәтінімен таныстық, иә? Бірінші, энергетика
энергетикалық ресурстардан сұрайды, иә? Кім жауап береді топтан? Аялынан басқа ешкім жоқ па? Мадияр, сен жауап берші, даусың шығар. Орында отырып жауап береміз. Тыңдаймыз Мадиярды. Аял. Энергетикалық климаттық ресурстарға экологиялық таза альтернатив және қауіпсіз күн энергиясы болып табылады. Болашаққа зор мәселе ол күн электр станциясынан энергия алу. Бұл жел энергиясының жел электр станцияларына қолданады. Мұндай электр станциялар желдің күші 3 метр секундта болған жерлерде және таулы аймақтарда орналасуы керек. Бірінші күн электр станциясы Жамбыл облысының Қордай ауданында салынған. Так, энергия сатылмайтын, таусылмайтын, қайтып орын қалпына келтірудің қажеті жоқ. Ол үнемі постоянно болып тұратын климаттың энергиялары, иә? Олар желді айтса болады, суды айтса болады, және күнді айтса болады. Біз сендермен өткен сабақта Қазақстандағы тұрақты желдерді өткен болатынбыз. Және олардың үнемі соғып тұратын аймақтарын өткен болатынбыз, иә? Қайсы желдердің соғып тұратын аймағында салса болады жел энергия, электр энергиясы станцияларын? Қандай желдерді білесіңдер? Қазақстанда болады. Мұғалжар, Егі желі, Қордай желі, тағда. Сайхан желдері. Қорқпаймыз? Смелее. Егі желдері, иә? Яғни осы желдердің үнемі соғып тұратын аймағында жел электр энергия станцияларын салуға болады ма? Болады, иә? Тағда күн электр станцияларын қай жақтарда салуға болады? Қазақстанның қай аймақтары үнемі күнге бай? Оңтүстік Қазақстан аймақтарын күн электр станцияларын салуға қолайлы, иә? Топта сұрақ жауабына қанағаттандық па? Егер қанағаттансақ 3 хлопок, онша қанағаттанбасақ 1 хлопок, 1 шапалақ. Бағалап жіберейікші. Кәне? Так, екінші топ. Екінші топ, жоқ, әлі, екінші топты қорғап өтейік, өзіміздің саламыз бойынша. Агроклиматтық ресурс. Кім қорғайды топтан? Серікбай. Даусымызды шығарып. Ауыл шаруашылығына тікелей ықпал ететін климаттық жағдайлар агроклиматтық ресурстар деп аталады. Ауыл шаруашылық өндірісінің даму факторы тікелей климаттық ғылымды зерттейтін ғылым. Бұл бізде агроклиматология деп аталады. Ауыл шаруашылық өндірісіне ауада құбылыстар өте қатты әсер етеді. Себебі ауа райына байланысты өндірістің дамуы жүре бастайды. Толықтырамыз ба топ мүшелері? Агроклиматтық ресурстар қандай да бір ауыл шаруашылық дақылдардың өсіп-өнуіне қажетті жылу және ылғалдың үйлесімділігі. Сол себепті Қазақстанның оңтүстігі ауыл шаруашылығының дақылдарының басқа саласына маманданған, ал солтүстігі басқа саласына, батысы мен шығысы тоже әртүрлі салаларға маманданған, иә? Себебі оңтүстік Қазақстанда құрғақшылық болғанменен құрғаққа бейімделген бау-бақша өсімдіктер өседі. Ал солтүстік Қазақстанда бізде ылғалды көп сүйетін, вегетациялық жаңағы уақыты аз уақытты қамтитын дәнді дақылдарға маманданған. Түсіндік қой, не үшін екенін? Топтың жауабына қанағаттандық па? 3 шапалақ. Так, үшінші топ. Рекреациялық климаттық ресурстар, яғни бұл демалу, сенің денсаулықты жақсарту кезіндегі сенің көңіл күйіңді қамтамасыз ететін
яғни сен далада болсаң, күн сәулелері түсе, таза ауа болса, ол әрине сенің көңіл-күйіңді жақсартады. Толықтырамыз ба топ? Және біздің Қазақстанда ондай жерлер көп, су қоймалар көп, мысалы Бурабай, Тянь-Шань және Алтай. Оның барлығы осы рекреациялық климаттық ресурстарға жатады. Рекреациялық климаттық ресурстарға жатады. Негізі рекреация деген қалпына келтіру дегенді білдіреді. Рекреацияның екі түрі бар. Бірі табиғи рекреация, екіншісі рухани рекреация. Адамдар демалуға қалайды немесе рухани, немесе табиғи. Яғни тәнін демалдырғысы келетін адамдар, олар табиғаты керемет, сондай. Болмаса қысты күні жазға, жазды күні қыс болып тұрған аймақтарға бару қазір қолжетімді, яғни бұл нәрсенің барлығы табиғи рекреация, табиғаты керемет деген сөз. Ал рухани рекреацияға жаңағыдай діни орындар жатады. Мысалға Мекке, Мәдина, немесе өзіміздің Қазақстандағы Арыстан баб, немесе Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесін алсақ болады. Рекреация сөзі және оның мағынасы түсінікті болды ғой, бәрімізге. 3 шапалақпен бағалап жіберейік онда. Онда қазір өз саламызды тереңірек түсіндіру мақсатында презентация дайындаймыз, презентацияны қағазға дайындаймыз. Осы тапсырмаға 10 минут уақыт беріледі. Әрқайсысы өз салаларымен таныстырылым дайындайсыңдар. Кішігірім барлығына да түсінікті болатындай таныстырылым дайындайсыңдар. Ресурстар барлықтарына бір келеді. Өздеріңізде қажеттерінше алдында қажет болса тағы да сұраңдар беремін. Не түсініксіз? Өз араларында бөліп алыңдар.
Басқаларға да берсеңдерші жұмыс.
максимал бізде. Болған топ 3 шапалақ. Қалғандарына әлі 2 минут бар. Негізі 2 минут, 10 минут уақыт берілген, әлі бізде 2 минут бар. Сәл күте тұрайық. Bir minut. Уақыт бізде бірінші үш шапалақты ортадағы топ агроклиматтық ресурстар тобы ұрған болатын, сондықтан осы топтан бастаймыз. Орындарында тұрып, артадан сыртқа шығып, 2 адам ұстап тұрсын, 2 адам қорғайды. Өздерің бар, сол жақта тұрып қорғай береді. Барлығына түсінікті болатындай етіп, дыбыс режимі ұстанып. Мен жаңағы айтқандай бізге ауыл шаруашылық дамуына климаттың әсер ететіні, бұл жақта климаттың өзгеру жағдайларына қарай ауыл шаруашылық, бұл жерде бізде күннің ыстығы 35 градус. Осы күннің энергиясы біздің күн энергиясын алатын Дақылдар. Осы дақылдарға әсер етеді, және де олар ыстыққа бейімделген өсімдіктер арқылы ауыл шаруашылығын дамытады. Маған, өсімдіктер өсіп беріліп бастайды кезең. Осы солтүстікте вегетациялық кезең 100-150 үшін созылып алады. Осының аралығында өсімдіктер жайлы өседі. Мысалы, бидай. Ал басқа құрғақ жерлерде оны оңтүстікте 160 күнге созылады. Уақытта күнбағыс күріш бидай соларға Ал бізде бұл жерде ыстық күн бізге оңтүстікке бейімдіктен, бізде оңтүстікте ыстыққа төзімді өсімдіктер мен және де өсімдіктер олар осы ыстыққа бейімделген. Ыстықты қатты қажет ететін өсімдіктер өседі. Маған басқа топтардан сұрақ. Вегетациялық кезең деген нені білдіреді екен? Өсімдіктердің өсу және даму. Вегетациялық кезең өсудің қай кезеңдерін қамтиды?
вегетациялық кезең. Қанша күнге созылады? Жоқ, вегетациялық кезең өсімдіктің өсуіндегі қай кезеңдерді қамтиды? Алғашқы күзгі түсік жүру кезеңінің аралығына келесі. Надя, негізі өсімдіктің өсіп жетілу уақыты қай уақыттан басталады? Негізі бір өсімдіктің өмірін алайықшы, бір бидай деп алайықшы, иә. Сол бидай бір ғана дән болды, иә. Сол көп дән болып шыққанға дейін осы кезең, мысалға бидайдың дәнегі жерге түсті ғой, иә. Осы күннен бастап сол бидай өсіп жетіліп қайтып бидай болып піседі ғой. Оны жинап алатын кезге дейінгі уақытты не дейді екенбіз? Вегетациялық кезең дейді. Тағы да бір сұрақ. Солтүстікте вегетациялық кезең қанша күнге созылады? 160. Солтүстікте 130-135 күн. Ал 160 күн ол қай уақыт, қай аймақта Қазақстанның? Оңтүстігінде. Яғни оңтүстік пен солтүстіктің вегетациялық кезеңінде 25-30 күн бар, разница бар екен, иә, айырмашылық жасайды екен. Вегетациялық кезеңді түсіндік қой, иә? Бір өсімдіктің өмірінде ол жерге дәнек болып түскеннен пісіп жетілуге дейінгі уақытты не дейді екенбіз? Вегетациялық кезең дейді екен. Түсіндік па? Түсінікті айтты ма? 3 шапалақпен бағалап жіберейік. Отырам. Екінші шапалақты бізде екінші топ. Сол жерде орындарында тұрып, бер қарап, чтоб бәрі көретіндей. Рекреациялық климаттық ресурстар демалу, емделу, денсаулықты жақсарту кезеңінде адам халықты көңіл-күйін қамтамасыз ететін ауа райының қолайлы жағдайы. Соған біздің Заря мен Айдана сендерге бір жағдайды көрсетеді. Сәлем Айдар. Сәлем Заря. Жағдай қандай? Ой, соңғы кезеңде мен көңіл-күйім нашарлап, жұмыста тез шаршайтын болдым. Мен соңғы рет Боранайға демалып бардым. Сол жаққа бармау саған кеңес беремін. Сол жақта керемет табиғат және таза ауа қалады. Және біздің Қазақстанда өте көп осындай жерлер бар. Адамдар демалып, тынығып келетін. Мысалы, Бурабай, Жаркент, Арасан, Алтай таулары және Шарым жақтауы. Яғни бұл рекреациялық климат біздің адамдардың көңіл-күйіне өте әсер етеді. Содан көбірек таза ауаға, күн сәулелеріне шығады. Және отандық туризмді қолдауға шақырамыз, иә? Түсіне алдық па? Климаттың рекреациялық әсерлерін түсіне алдық, иә? 3 шапалақпен бағалап жіберейік топты. Отырамыз. Үшінші топ бізде энергетикалық ресурстар. Сол жерде орындарында тұрып, классқа қарап, қорғап жіберіңдер. Біздің Қазақстанда энергетикалық ресурстарда үшеуі бар. Ол күн энергиясы, жел және су энергиялары. Біздің Қазақстанда андай турбиналар болса да, біздің 2017 жылы экспорда осындай жел энергиясы тақырыбы ең басты тақырып болған. Және де бізде Қазақстанда су энергиясы, су қоймалары бар. Бізге энергияны арзан және де таза қойылған. Және де күн энергиясы. Күн энергиясы бізде ол қауіпсіз күн энергиясы. Ол күн электр станцияға энергия беріп, электр энергия тасымалдайды. Біздің күн электр станциясы биыл ғана бар. Ол Жамбыл облысы Торғай ауданында. Энергетикалық ресурс бойынша негізі барлығы жеткілікті, иә, бізде.
Бірақ соны қолға алып, дамыту ғана біздің еншімізде, иә? Топтың жұмысын шүпір қалақпен бағалап жіберейік. Отырамыз. Тақырып бойынша сұрақ бар ма маған? Бүгінгі тақырып бойынша. Қазір онда сендерден осы тақырып бойынша және осыған дейінгі тақырыптар бойынша сұрақтар аламын. Сұрақтарға жауап беріп, сабақты аяқтаймыз. Сұрақтар, ашық сұрақтар. Ашық жауап беру керек. Кімге жетпей қалды? Уақыт. Есімдеріңді жазыңдар. Есімдеріңді жазыңдар. Өткіземіз.
Енді бүгінгі сабақтың кері байланысын алып алайық, иә? Не алдыңдар бүгінгі сабақта? Bir söylemeyin arkadaşlar. Şahincan. Маған бүгінгі сабақ қатты ұнады. Регенерациялық климаттың ресурстарын және жағдайларын білдім және түсіндім. Aynen. Мен бүгінгі сабақта климаттық ресурстар туралы білдім және жер толық туралы білгенмін. Bitti. Zarema. Маған басқа климаттарды білуге қызық болды және презентация естуге қатты ұнады. Bunlar. Мен климаттық ресурстар туралы білдім. Олар қалай бөлінетінін және неге және қалай әсер ететінін. Aruzhan. Маған осы сабақ ұнады, көп ақпарат білдім. маған осы сабақ қатты ұнады, себебі мен осы агроклиматтық ресурстарды білгеннен Ağlayın. Маған осы сабақ өте пайдалы болды. Агроклиматтың қалай жұмыс істейтінін. Маған осы сабақ ұнады, және сен агроклиматтық туралы нәрселерді білдім. Және де маған бүгінгі сабақ өте қатты ұнады, пайдалы және қызықты болды. Badjar. осы интуишнен көп жаңа Aktarma. ақпарат білдім. Бүгін мен Қазақстандағы климаттық ресурстарды және де Қазақстандағы энергетикалық климаттық ресурстарды қай жерде және де қайда қолданылып. Яғни Қазақстанның климаттық ресурстарының мүмкіндіктері зор екен, иә? Қазақстанымызға рахмет. Сендерге де рахмет. Сендердің жұмыс істеген маған ұнады. Өзіңізге 3 шапалақпен баға берейін, иә? Жарайсыңдар. Сау болыңдар, келесі сабаққа кешігуге барыңдар.